Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай синнабоны булочкасын жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен осындай бір бос ыдысқа біз жылы сүтті құямыз. Мен барлықтарының граммдарын астына жаза кететін боламын. Оның үстіне құрғақ дұрыш екеуін жақсылап араластырып аламыз. Бұның үстінен қант қосамын. Қантты барлығын жақсылап араластырып, біз осы сұйықтықты 5 минутқа қойып қоямыз. Бес минут өткеннен кейін ерітілген сары майды және 2 жұмыртқаны араластырамын. Жұмыртқаны бірінші венчикпен жақсылап араластырып аламын. Екі жұмыртқаны салып, жақсылап қозғап, сосын тұз қосамын. Барлығын бір келкі күйге енгенге дейін жақсылап араластырамын. Ситаның көмегімен біртіндеп осылай ұнды қосамыз. Бірінші венчикпен кішкене араластырамын, кейіннен біртіндеп қолмен араластыратын боламын. Осылай қолмен қамырды илеп шығамын. Қамырды толықтай илеп болғаннан кейін үстіне кішкене сұйық май құйып, бетіне жағамыз да үстінен пищевой пленканы орап 40 минутқа жылы жерге қойып қоямын. Қырық минут өткеннен кейін қамырым кішкене көтерілді. Осылай жақсылап ұн жағып, қолға жабыспайтындай етіп, оқтаудың көмегімен жайып шығамын. Қамыр менде шамамен 20-40 болып жайылды. Енді осының үстіне біртіндеп еріген сары майды осылай жағып шығамыз. Сары майды жағып болып, үстіне осылай қант пенен корицаны араластырып тұрып себеміз. Барлық жеріне бір келкі болып себілу қажет. Енді қамырды рулетке ұқсатып, осылай орап шығамыз. Енді осы оралған қамырды сіздер 16 немесе 18 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Мен қазір 16 бөлікке бөліп шығамын. Енді кольцоның астына мен пергамент қойдым. Менде кольцоның диаметрі 24 сантиметр. Соның үстіне осылай айналдыра қойып шығамын. Сосын булочкаларымыздың бетін пищевой пленкамен жауып 40 минутқа қойып қоямыз. Олар көтерілу қажет. Сосын барып печкаға салатын боламыз. Менде 40 минут өтті. Булочкаларым әжептәуір көтерілген. Енді печкаға салам. Енді бетіне құятын кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге крем-чиз немесе творожный сыр, және сливки немесе сүт қоссаңыздар да болады, және қант барлығын бірге осылай араластырамын. Өзіңізге керекті консистенцияға келтіріп аласыз. Менің булочкаларым пісіп шықты. 180 градуста немесе конвекциясы бар печкаларда 150 градуста піседі. Шамаменен 25-30 минут уақытта пісіп шығады осылай. Суымай жатып, жылы кезінде бетіне жаңағы кремді жағып шығамыз. Қыздар, осымен біздің синнабоны булочкаларымыз дайын. Жасалу жолы өте оңай.